Түшпәрамызды дайындау үшін біз мына ұнға түзілмес салып алдық та, оның үстіне сәл ғана нан содымызды саламыз. Нан содымызды саламыз. Одан кейін сумен илеп аламыз. Нанымызды дайындап. Нанымыз әбден иіп болғанша осылай қоямыз да, бетін жауып. Енді ары қарай салатымызды жасайын. Бүгін салат жасайын деп жатырмын. Мясной деп айтамыз. Оны жасау үшін бізге картоптарымызды жақсылап пісіріп алдық суға. Енді осы ашып қазір тураймыз. Тураймын да, оған тұздалған огурцы, колбаса, майонез қосып, жуа қосам. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда көптеген видеолар бар. Пісірілген тамақтардың рецептілерім барлығы жазылған. Қиярымызды тураймыз. Және де свежий қиярды салуға болады. Оны өздеріңіздің қараларыңызға байланысты қосуларыңызға. Татымына қарай тұз саламыз, қарабұж саламыз, майонезімізді саламыз, сәл ғана
Жуас саламыз. Жуан аппарат екен. Енді жуа саламыз. Картоптан түшпара жасау үшін алдымен картопымызды суға пісіріп аламыз да жақсылап езіп алып татымына қарай тұз, және де бұрыш саламыз.